Біз бүгін бал тортын жасайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаға 160 грамм шекер қосып, жақсылап араластырамыз. 4 қасық балымызды құйып, араластырып, үстінен 160 грамм сары майымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Осы массамызды қайнап тұрған судың бетіне қойып, ерітеміз. Майымыз еріп, жақсылап араласты. Жарты қасық шай қасық содамызға жарты қасық уксусымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Осы массамызды газдан алып, үстіне 400 грамм ұн салып, жақсылап миксерлеп, жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Жұмсақ қамырымыз дайын болды. Тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алдық. Енді бөліктерге бөліп, диаметрі 24 см қылып жайып, пісіріп аламыз. Медовыйымыздың бетіне ұнтақ жасаймыз. Біздің дайын болған корждарымызды, қайнатпалы кремімізді жақсылап қалап, медовыйымызды қалап шығарамыз. Міне бізде дайын болды. Қыздар, жасап көріңіздер. Ас болсын.